Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Wales сайты жайлы айтамын. Wales дегеніміз бұл торговый бот, яғни сіздің орныңызға өзі сделка ашып жауып отырады. Қазір барлығын түсіндіріп және көрсетемін. Итак, бұл қалай жасайды? Бүгінгі таңда Wales боты Bybit және Binance арқылы ғана жұмыс жасайды, басқандай партнерлары әзірше жоқ. Яғни бізге өзіміздің Binance аккаунтымызды осы ботқа тіркеу керек. Ары қарай осы бот сіздің орныңызға сделкалар ашып жауып отырады. Табыс көзі әрине біраз кішкентай, дегенмен хоть какой-то прибыль жасауға тырысады. Ай сайын ешқандай подпискаға ақша төлеудің қажеті жоқ, әр табыстың 20%-ын өздеріне алып отырады. Мысалы үшін сізге $1 табыс ал келсе, 2 цент өздеріне алып 8 центін сізге береді. Немесе $10 табыс жасаса 2 долларын өздеріне алады. Түсінікті деп ойлаймын. Бұл ботта заранее готовый боттар қолдануға болады, спот және фьючерсы. Ол не екенін уже білесіздер. Мен қазір фьючерсыны қосып қоямын. Немесе екеуін де сразу бірге қосып қоюға болады. Ол үшін ең алдымен создать бота деген жерге өтейік. Биржаны таңдаймыз Binance фьючерсы. И API ключ дегенге, сіздерде ештеңе болмайды, добавить новый API ключ жазасыздар. Атын өздерің білесіздер, не қойсаңыздар да. Фьючер, мысалы үшін атым деп қойса болады. Осы екі жерге не жазамыз? Ол үшін алдымен өзіміздің Binance аккаунтымызға кіреміз. Міндетті түрде верификация өту керек сіздерге. Одан кейін ең астында управление API деген кнопка бар, осыны басамыз. Кейін API созым деген кнопканы басамыз. Осы названияны полностью копировать етіп, осы жерге қоямыз да, далее кнопкасын басамыз. Одан кейін сіздерге міне API key деген ключті полностью копировать етеміз. Мына жерге API ключ деген жерге қоямыз. Секрет деген сіздерге беріледі, өзінің секрет осы жерде тұрады, ұзын болып, тоже оны копировать етесіздер де. Осы жерге қойып, проверить и сохранить кнопкасын басамыз. Одан кейін алгоритм таңдаймыз. Әзірше я рекомендую шорт позициясын таңдауға, яғни көбінесе шортқа сделка ашуға бұл бот тырысады. Немесе лонг қойсаңыздар да болады. Егер де сіздер ең басында спот таңдайтын болсаңыздар, лонг қойыңыздар, фьючерс таңдасаңыздар, пока что советую именно шорт позициясын таңдауға. Задать пару, мысалы үшін қазір мен ашып қоямын атом USDT, монета USDT таңда қоямыз. Так, мен қазір фьючерсқа баланс аударамын, одан кейін осы жерге мысалы үшін біз $100 деп, немесе $50 таңдап қоямыз. $50 спотқа, $50 фьючерсға я рекомендую. Кейін мына жерде плечо деген жерде, кредитный плечо максимум 5x таңдайсыздар. Мына жерде 1x-тан 100x қайын таңдау тұрады. Я рекомендую максимум 5x таңдауға. Сохранить кнопкасын басқаннан кейін сізде мои боты деген жерде осы жерде осылай шығып тұрады. Ең шетінен кнопканы басамыз да, запустить дегені баса саламыз. Болды, осымен барлығы дайын. Айтар кетері, менің сілтемем арқылы тіркелсеңіздер, сіздерге $10 дейін бонус беріледі. Сілтемесін мен видеоның астына қойып қоямын. Көріскенше сау болыңыздар.